Міне ақтуды көтеріп жасыл жейдемен шығып келе жатқан ол бізде Теректі ауылы намыс құрамасы. Теректі ауылының құрамасымен таныс болыңыздар. Бірінші нөмірде Майкенов Ернұр, капитан команда, астындағы тұлпары чемпион. Екінші нөмірде Секен Ақан, астындағы тұлпары миллион. Үшінші нөмірде Болатұлы Жұмат, астындағы тұлпары Сұңқар. Төртінші нөмірде Боранбаев Шыңғыс, астындағы тұлпары Алға. Бесінші нөмірде Төкен Жанай. Алтыншы нөмірде Рахметолла Асыл, астындағы тұлпары Көк Мойнақ. Және де қызыл қара жейде келген Қарқаралы құрамасының тізіммен таныс болыңыздар. Бірінші нөмірде капитан команда Молдабеков Азат. Екінші нөмірде Құсайынов Айдын. Үшінші нөмірде Сайлаубай Абдукарим. Төртінші нөмірде Бейбітхан Бауыржан. Бесінші нөмірде Қажыкәрім Руслан. Және де алтыншы нөмірде Қахарманұлы Жанайдар. Қос командаға сәттілік тілейміз. Міне төрешінің пәрменімен ойын басталды. Алғашқы кезең, яғни бірінші тайм, Серке кіші шеңберде Теректі намыс құрамасының шабандоздары алғашқы салымына Ахметжанов Нұргелді мырзадан 5000 теңге салым келіп түсіп жатыр. Міне кіші шеңберде жатқан Серкені қыран құстай түйіліп, лашын құстай шүйіліп, бір күтше көтеріп кеткен Секен Ақан шабандоз болатын. Қадырлағайын, қалай қылар екен әттеген ай. Білектің күші сәл жетпей қалды деп айтуға болады. Қазандыққа барып тұрып міне тақымнан шығарып лақтырды, бірақ Серке қазандыққа түспей қалды. Міне Теректі намыс құрамасының алғашқы шабуылы болатын. Қадырлағайын. Міне Серкені Қарқаралы құрамасының шабандоздары көтерді. Бірақ та Серке керме болып, тартыс болып, алаң сыртына шығып кетті. Ойын әріме қарай жекпе-жек түрде жалғасатын болады. Әдеттегідей қос командадан бір-бір ойыншы ортаға жекпе-жекке шығатын болады. Кездесудің бірінші кезеңі 1 минут 10 секунд артта қалды. Ортада жекпе-жек, қос командадан бір-бір ойыншы жекпе-жекке шығатын болады. Бірінші нөмірде міне астындағы тұлпары чемпион Майкенов Ернұр, Теректі намыс құрамасынан, және оған қарсы төртінші нөмірде Қарқаралы құрамасынан Қарқаралы құрамасы төртінші нөмірде Бауыржан шабандоз міне ортада жекпе-жекте. Міне Ернұр шабандоздың астындағы тұлпар жекпе-жекке икемі бар, машықталған, үйретілген жануар екен көріп тұрсыздар. Сол мүмкіндікті пайдалану керек, Серкені көтеру керек. Сол орайлы сәтті мүмкіндікті қалт жібермей Ернұр шабандоз әрекетін жасап Серкені көтерсе, намыс құрамасының кезекті шабуылының куәсі боламыз әрине. Міне Бауыржан шабандоз әрекет жасады, бірақ сәтсіз болды. Серке шеңбер ішінде, шеңбер сыртына шықпай, барлық қалған ойыншыларға араласуға рұқсат жоқ. Міне шеңбер сыртына Серке шықты, барлық ойыншыға қатысуға рұқсат. Міне Серке әлде болса жерде Қарқаралы құрамасының шабандоздары көтерді. Қадырлағайын, міне Серкені көтерген Қахарманұлы Жанайдар шабандоз. Серке алаң ішінде қалды. Міне қазандықтың жиегінде, қазандықтың жанында Қарқаралы құрамасының шабандоздарының жақсы бір мүмкіндік. Міне Былай тұрасыздар ма, видеоға түсіріп отырайын. Бірінші кезеңнің міне 3 минут 20 секунд артта қалды. Есеп әзірге 0-0. Осы жарысымыздың екінші кездесуі. Қадырлағайын, қатарымызға жаңадан қосылып жатқан көрермен болса,
Тағы да тілге тиек етіп айтап өтейік, жасыл жейде киген Теректі ауылының намысын қорғап келіп отырған намыс құрамасы және қызыл қара жейде киген Қарқаралы құрамасы. Міне қос команда сапында облыстың намысын қорғап, республикалық жарыстарға барып жүрген шабандоздарды біліп отырмыз, көріп отырмыз. Міне қазандыққа лақтырған Серкені түсірмей алып қалған Секен Ақан шабандоз қалай қылар екен қадірменді ағайын. Екінші нөмірдегі әттеген ай. Абайлау керек. Тағы да сәтсіз болды. Бұл ойын қадірлі ағайын. Бұл көкпар. Көкпарда ондай болады. Көкпарда білекті де жүректі шабандоз шабады қадірлі ағайын. Естеріңізге салып айта өтейік. Міне ат жалын тартып мінген. Аттың үстінде міне көкпардың көркін қыздырып жатқан міне білекті де жүректі азаматтарымыз аман болсын дейміз. Жаңағы Секен Ақан шабандоздың қазандыққа лақтырған көрінісі жақсы бір көрініс болды. Осы Теректі құрамасының алғашқы салымына ағалары Ахметжанов Нұргелді ағамыздың атынан 5000 теңге сыйақы келіп түсіп жатқан айтып өтеміз. Естеріңізге салып тілге тиек етіп айтып өтеміз, әрекет жасаңыздар. Міне қазандықтың жанында дода қадірлі ағайын қараңыздар. Бірінші таймның 5 минут артта қалды. Есеп ашылған жоқ. Әлде болса 0-0. Серке жерге түсіп қалды. Мына Серкені жерден көтеріп жатқан Қарқаралы құрамасының шабандозы болатын, Бауыржан шабандозы болатын Серке, бірақ Теректі құрамасының шабандоздарына ауысты. Бірақ Серке мені кермеді. Серке тартысты. Қаһарманұлы Жанайдар шабандоз бей. 6-шы нөмірдегі Қарқаралы құрамасының ойыншысы әттеген ай. Астындағы тұлпары, көкпар жанашыры, осы ұлттық спорт көкпар ойындарына жақында ғана келіп міне ат алып, бауырларына ат беріп жатқан Дархан мырзаның тұлпары болу керек міне. Серке міне ат тұяғының астынан жаншылып жатқан көріп тұрсыздар, әрекет жасап жатқан міне тағы да Серке жерден көтерілді. Қалай қылар екен, қай шабандоздың тақымында жоқ. Серке қолдан сырғанап жерге түсіп қалды. Ойын жалғасып жатыр қадірлі ағайын, қараңыздар. Жақсы бір тартысты ойынның куәсі болып отырмыз. Деңгейлес қос команданың тартысты додасының куәсі болып отырмыз. Міне қазандыққа келген сәт қалай қылар екен. Міне қазандыққа келді, тастады. Салым, есеп ашылды. Салым салған шабандоз кішігімерді шауып өтуіңізді сұраймыз. Міне бірінші кезең 6-шы минутында салым салған 3-ші нөмірдегі Қарқаралы құрамасының ойыншысы Ерғанат ағаңның атына келші, бауырым, салым салған шабандоз келші. Сайлаубай Абдулкарим салым салған шабандоз міне Қарқаралы құрамасының 3-ші нөмірдегі ойыншысы Абукай шабандоз қадірменді ағайын. Осы өңірге есімі белгілі, Қарағанды облысына танымал шабандоздарымыздың бірігейі міне есеп ашып, бірінші кезеңінің 6-шы минут 33 секундында салым салып, бірден өлге жеткізген Сайлаубай Абукай шабандоз қадірменді ағайын. Ойын жалғасып жатыр, міне бір салым айырмашылықпен Қарқаралы құрамасы алға шықты. Міне кішігімеде жатқан Серкені тағы да Абукай шабандоз көтерілген болатын, бірақ Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Патша көңіл көрермен, үлкен өтініш кішкене алаңнан артқа қарай шегініп тұруларыңызды сұраймыз. Тәртіп сақшылары сіздерге де құлақ қағыс етіп айта өтейік. Алаңға қатты жақындамауын сұраймыз. Амандық керек, саулық керек. Аттың екпіні қатты үлкен жылдамдықпен келсе, үлгеріп шегініп қалу қиындау болады. Сондықтан да сақ тұрыңыздар. Міне ортада жекпе-жек 3-ші нөмірде Болатұлы Жұмат Теректі құрамасының ойыншысы және оған қарсы 1-ші нөмірде Молдабеков Азат шабандоз шыққан екен қадірменді ағайын. Бірінші таймның 8 минут 30 секунд артта қалды.
2 минуттан аз уақыт қалды. Міне Болатұлы Жұмат шабандоздың мерейі үстем болып, Серкені бірінші болып көтеріп оң жақ тақымына басып, астындағы тұлпарын тізгінін бір бүріп алып, міне қазандыққа беттеп бара жатқанын көріп тұрсыздар. Намыс командасының ойыншысы Рахметолла асыл шабандоз салым салса, ағасы Бексұлтанның атынан 10 мың теңге салым келіп түсіп жатыр. Міне Серке қолдан қолға кетті. Сайлаубай Абдулкарим шабандоздың тақымына тиді. Серке 3-ші нөмірдегі Қарқаралы құрамасының ойыншысы, осы кездесудегі бірінші салымның авторы қадірменді ағайын. Есеп әзірге 1-0. Қарқаралы құрамасы әзірге алда. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. 9 минут 20 секунд артта қалды. Шабандоз өмілдірек үзіліп кетті. Жиырма секунд уақыт қалды бірінші тайымның аяқталуына. Міне ортада жекпе-жек. Рахметолла асыл теректі намыс құрамасынан және оған қарсы қаһарманұлы Жанайдар. 10 секунд уақыт қалды. Міне Жанайдар шабандоз Серкені бірінші болып көтеріп, сол жақ тақымына басты. 5, 4, 3, 2, 1. Төреш уақыт. Серкені кіші шеңберге кеп қойыңыздар жігіттер. Бірінші тайым аяқталды. Бірінші кезең аяқталды. 1-0 есебімен аяқталды қадірменді ағайын. Қызыл қара жейде киген Қарқаралы құрамасы бір салым айырмашылықпен әзірге алда. Алда әлі екінші кезең бар, екінші тайым бар. Артық адамдар алаңды босатуларыңызды сұраймыз. Алаңның арғы жағындағы барлық жаяу адамдар, артық адамдар. Төрешке қараңыздар жігіттер. Міне төрешінің ысқырығы естілді. Ойын басталды қадірменді ағайын. Серке кіші шеңберде. Бірінші кезең, яғни бірінші тайым 1-0 есебімен аяқталған болатын. Қарқаралы құрамасының еншісінде бір салым бар. Рахметолла асыл шабандоз салым салса, ағасы Бексұлтанның атынан 10 мың теңге сыйақы салым келіп түсіп жатыр. Әрекет жасаңыздар. Бұл кездесудің екінші кезеңі. Серке әлде болса жерде, алаң ішінде ойын жалғасып жатыр қадірменді ағайын. Міне кезек-кезектен киіп жатқан қос команда ойыншыларын көріп отырмыз, байқап отырмыз, бірақ та қай шабандоз Серкені көтеріп кетер екен. 1 минут ішінде Серке жерден көтерілмесе ойын әрмен қарай ережеге сай жекпе-жек түрде жалғасатын болады. Төреші жекпе-жек. Ойынармен қарай жекпе-жектерде жалғасатын болады. Серкені аламыз жігіттер. Серкені аламыз. Ойынармен қарай жекпе-жектерде жалғасатын болады. Әдеттегідей қос командадан бір-бір ойыншы ортаға жекпе-жекке шығатын болады. Теректі намыс құрамасынан Тақауев Мирас шабандоз және оған қарсы Қарқаралы құрамасынан Сайлаубай Абдулкарим шабандоз шыққан екен қадірменді ағайын. Міне қос команда, қос шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Қай шабандоздың мерейі үстем болып, Серкені бірінші болып көтеріп кетер екен. Қазір бақылап көретін боламыз. Міне Мирас шабандоз Серкені жерден көтерді. Командаласына пас ауыстырып жіберді. Теректі намыс құрамасының шабуылы сәтті болар ма екен, қалай қылар екен? Әттеген ай. Серке жерге түсіп, міне алаң жиегінде қалды. Қарқаралы құрамасының ойыншысы міне Бауыржан шабандоз Серкені сол жағынан көтеріп, сол жақ тақымына басты. Бірақ та жата тартып бір сирақтан ұстап, Серкені тартып алуға әрекет жасап жатқан міне Рахметолла асыл шабандозды да байқап отырмыз қадірменді ағайын. Қараңыздар. Міне қос төрттіктің тартысы. Серке әлде болса Бауыржан шабандоздың тақымында.
Алаң жиегінде Серке жерге түсіп қалды. Міне төреші пәрмен беріп ойынды тоқтатты. Әрмен қарай жекпе-жек түрде жалғасатын болады. Теректі намыс құрамасы салым салса, ағалары Мейірлан мырзаның атынан бір Серке келіп түсіп жатыр. Ал әрекет жасаңыздар жігіттер. Мейірлан мырзаға бір Серке не тұрады ол? Ортада жекпе-жек, әдеттегідей қос командадан бір-бір ойыншы жекпе-жекке ортаға шығатын болады. Қарқаралы құрамасынан Бауыржан Шабандоз және оған қарсы Теректі намыс құрамасынан Тақауи Мираш Шабандоз шыққан екен. Мына екінші таймның 4 минут артта қалды. Есеп әзірге 1-1. Міне Мираш Шабандоз Серкені жерден көтерді. Сол жақтан еңкейіп, сола қайланып, міне өкшесін қадап келтіріп басты. Алаңды кеңінен шауып. Әттеген ай, Серке ойын алаң сыртынан шығып кетті. Тағы да жекпе-жек. Міне ортада жекпе-жек. Қарқаралы құрамасының бірінші нөмірдегі ойыншысы Молдабеков Азат және оған қарсы Тақауи Мираш Шабандоз шыққан екен, қадірменді ағайын. Міне Серке әлде болса жекпе-жек шеңберінің ішінде. Серке шеңбер сыртына шықпай қалған ойыншыларға араласуға рұқсат жоқ. Міне қос команда, қос Шабандоздың арасындағы теке тірес жекпе-жекті көріп отырсыздар. Теректі құрамасы салым салса, Ахметжанов Нұргелді мырзаның аттан, ағалары Нұргелді мырзаның аттан 10 мың теңге. Рахметолла Асыл Шабандоз салым салса, ағасы Бексұлтанның аттан 10 мың теңге. Теректі құрамасының алғашқы салымына Мейірлан ағаларының аттан бір Серке деп атап жатырмыз. Міне қазандықтың жанына келіп Серке түсіп қалды, әттеген ай. Міне Бауыржан Шабандоз Серкені жерден көтерді. Сола қайланып, міне сол жақ тақымына басты. Қарқаралы құрамасының кезекті шабуылын куәсі боламыз ба? Жоқ әлде Теректі намыс құрамасының шабандоздары қарымта шабуылға шыға ма? Оны қазір анықтайтын боламыз. Міне қазандықтың жанында. Міне бір сирақтан ұстап, қараңызаш қадірменді ағай. Міне тартыс. Міне Серкені алып шықты, тақымынан әттеген ай. Сол үшін жейде киіп алу керек, Нұреке. Форма киіп алу керек сол үшін. Міне екінші таймның 7 минут артта қалды, қадірменді ағайын. Міне қаһарманұлы Жанайдар Шабандоздың тақымына тиді Серке. Қалай қылар екен 6-шы нөмірдегі Қарқаралы құрамасының ойыншысы. Міне атты сауырдан қамшылап, қазандыққа беттеп бара жатқан сәтін көріп отырмыз. Қарқаралы құрамасының кезекті шабуылы сәтті болар ма екен? Міне бір айналып, бір өткізіп жіберді. Міне қазандыққа жол ашылғанын күтіп жүрген Жанайдар Шабандоз қалай қылар екен? Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ойын әрмен қарай жекпе-жек түрде жалғасатын болады. 7 минут 30 секунд артта қалды екінші таймның. Есеп әзірге 1-0.
Келесі кездесуге дайын тұрсын Тоқтар ауылы құрамасы және де Қарағанды Бәйтерек құрамасы. Дайын тұрыңыздар, осы кездесуден кейін сіздерді алаңға шақыратын боламыз. Жігіттер, уақыт жүріп жатыр, асығыңыздар. Сегіз минут 10 секунд артта қалды екінші таймның. Ортаға апарамыз, асығамыз жігіттер, кішкене жинақталу керек. Ширау керек. 8 минут 30 секунд артта қалды. Міне ортада жекпе-жек Молдабеков Азат Шабандоз және оған қарсы Рахметолла Асыл Шабандоз. Міне теректі намыс құрамасынан қалай қылар екен, қай Шабандоз бірінші болып серкені көтеріп шығар екен. Азат Шабандоз міне уақытқа жұмыс істеп жатқанын көріп отырмыз. Қадірменді ағайын, қараңыздар, бұл да бір айла тәсіл, бұл да бір тактика деп айтуға болады. Міне кездесудің аяқталуына 1 минут уақыт қалды. Серке көтеріліп шықты. Азат Шабандоз көтерді серкені, бірақ аттеген ай. Серке жерге түсіп қалды, қалай болар екен? Міне Бауыржан Шабандоз көтерді серкені тағы да. Бауыржан Шабандоз көтерді. Ойын ережесі бұзылды. 9 минут 25 секунд артта қалды. Ойын ережесін бұзған үшін Қарқаралы құрамасының ойыншысы айып алаңына шығарылатын болады. Айып алаңына кеп тұрған жерден бастап уақыт есептеледі. Жігіттер, уақыт алмаңыздар. 9 минут 47 секунд артта қалды. Бес, 4, 3, 2, 1. Төреш уақыт. Осы кездесуде бір салым айырмашылықпен жеңіске жетіп, келесі айналымға жолдама алған Қарқаралы құрамасы. Амандасамыз, қол алсамыз, сый құрмет көрсетеміз. Құрметті шабандоздар, құрметті командалар. Бір салым айырмашылықпен осы кездесуде жеңіске жетіп, келесі айналымға жолдама алған Қарқаралы құрамасы.